Ақерке, қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Бәрі күшті ма бүгін? Ақерке, сіздің қай жасыңыз, бір ерекше есіңізде қалған, немесе бір сол кезде бір шын бақытты болған бір сондай бір кезеңіңіз есіңізде ма? 21 жас. 21? Не себеп болған? 21 жасымда больше бақытты болдым деп ойлаймын өзім. 18, 19, 20 дегенде ұмытып та кеттім. Ондайға мен сол жылдары. Сіз қазір 22-ге толдыңыз ба? 21 жасыңызда, демек, Сержанмен бірге уақыт өткіздіңіз. Ойбай, Сержан ғана болған жоқ қой, 21 жасым бір жыл болды ғой. Мен ол кезде андай болды да, мен просто өзім еліме келіп, моменттер болды да. Мен үшін бір болады ғой, бір релакс жасым сол болды. 21 жасымда көп нәрсе ойлап, көп нәрсе. Короче, көп жақсы адамдармен таныстым. Иә, сұрақтарым өтпей жатыр. Тағы бір сұрағым, бір есіңіз емес, жалпы бір өкінген шағыңыз болды ма? Мен өмірде туғаннан өкінбейсіз деген, ол это просто пустая трата времени. Өмірде өкінбеймін, өкінетіндей әрекет жасамаған өкінбеймін Құдайға. Просто андай болады ғой, осындай нәрсе керек емес еді, осы маған көп стресс берді, осы нәрселерді, осыны көрмей-ақ қойсам дұрыс болар ма еді деген сияқты моменттер может болған шығар. Бірақ бүйтіп бір поступок үшін өкіну менде болмаған болсын, істеген әрекетім, жылаған кезім болсын, ештеңе өкінген жақсы көрмеймін. Тума сондай. Ең ерекше есте қалған жасыңыз, өзіңізге ұнаған? 18 жас. Неге? Өйткені сол жылы машина алған болатын. Өзімнің машинамды алып, отбасыма прям қаржылай біразына көмектескен жылым сол жылы болған. 18-19 жас самый топовый. Сонда сіз блогерлікті қанша жастан бастадыңыз? 16. 16 жастан. Онда ғой, енді көтеріліп жатқан момент болғаннан кейін ояқ болу емес болды. Иә. Ертең беріп алып, артынша мен ол кезде қаламап едім, демеп еді деген әңгіме керек емес. Аруна, сіздің өміріңізде ең бақытты шағыңыз осы күнге дейін? Өзіңізде ерекше бір бақытты сезінген уақытыңыз қай жас? Қай жас? 19-20 жасым ғой. Біздің отбасымызбен өмірімізде өзгеріс болды. Сол күн бір ерекше шынымен де. Мен бір ай тілеген нәрсем орындалған күн. Оны айта алмайсыз ба? Жоқ, айта аламын. Үй алдық. Ұялдық, сонымен отбасымызбен қуанып, ремонт болады, күнде бар. Кеше аз-маз кішкене бір түсініспеушілік болып қалды деп естіп жатырық. Ауырып қалды. Көңіл күйлеріңіз ауырсаңыздар түсіп қалады екен, сөйтіп, қазір татусыздар. Татуымыз ба енді? Табысын тату болса, ол басқа ол, иә. Жазылдыңыздар. Күшті екен, бір-ақ күнде жазылып кетесіздер, иә. Сонымен кім жеңді? Сіз немесе Эдуарда? Кім деп ойлайсыз? Кім деп ойлаймын? Әрине Эдуарда деп ойлаймын. Сол жеңді. Сол жеңді ма? Неге төбелес болғанын десеңші? Неге реніш түсінбеушілік болғанын түсінетін боламыз эфирде. Әзірше осы нәрсені ғана айта аламыз. Сіз қалай ойлайсыз, кім жеңді? Нече болғансың. Нече болғансың.